Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздерге ерекше әрі дәмді бауырсақтың рецептімен бөліскелі отырмын. Менімен бірге видеоның соңына дейін үзбей көрулеріңізді сұраймын. Таза ыдысымызға картошканы суға пісіріп алып саламыз. Үстінен со пісірген картошкамыздың суын құямыз. Блендермен езіп аламыз. Жақсылап осылай пюре болғанша езіп аламыз. Үстінен тұзымызды, құмшекерімізді саламыз, араластырамыз. Араластырып болған соң үстінен дрожжымызды саламыз, бір дана жұмыртқамызды саламыз, араластырамыз. Енді ұнымызды саламыз. 500 грамм салдым, енді 500-550 граммдай салсаңыздар болады ұнды. Бір бума укроп, бір бума пиязды турап саламыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қазақша каналдың одан ары дамуына септігіңіз тигізіп, төменгі пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Үстіне сұйық май құямыз. Менің каналымда бұдан да басқа жақсы дәмді рецептер бар. Каналыма кіріп көрсеңіздер болады. Торттардың, пирогтардың, ыстық тағамдардың, таза ыдысымызға кішкене ғана сары май тамызып жеріп, қамырымызды қойып, 1 сағатқа жылы жерге көтерілуге қойып қоямыз. Қамырымыз ашыды, міне күшті ашыды. Дастарханымызға кішкене ғана пісте май тамызып жеріп, осылай қолмен жағып жереміз, қамырымыз жабыспас үшін. Он екі бөлікке бөліп аламыз қамырымызды. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма міндетті түрде тіркеліп, қазақша каналдың одан ары дамуына септігіңіз тигізіп, төменгі пікіріңізді қалдырып, сонымен қатар осы видеоны достарыңызға, туыстарыңызға жіберіп бөлісуді ұмытпаңыз. Барлық қамырды домалақтап қойып қоямыз. Бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Осы кезде майымызды отқа қойып қыздырамыз. Майымыз қызған соң бауырсағымызды пісіріп аламыз орташа отта. Осылай бетіне қасықпен құйып отырып пісірсеңіздер, бауырсақтарыңыз күшті көтеріледі. Бауырсағымыз пісті. Барлық бауырсағымызды дәл осылай пісіріп аламыз. Кішкене қызартыңқырап пісіріп алдым. Ортасы таза піскен. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді.
менімен бірге видеоның соңына дейін үзбей көргендеріңіз үшін рахмет. Міндетті де жасап көріңіздер. Ас болсын.